Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет, өте тез дайын болатын дәмді торт дайындайтын боламыз. Тортымыздың бір ерекшелігі ешқандай духовканы қажет етпейді, тек табада пісіріп аламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға сгущенкамызды саламыз, яғни қоюлатылған сүтімізді саламыз, үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Міне дәл осылай біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Енді електен өткізіп алдын ала дайындап қойған ұнымыздың үстіне бір шай қасық қопсытқышымызды салып, аз-аздан сала отырып, тағы да араластырып аламыз. Тортымыздың құрамы небәрі 3-ақ қана заттан тұрады. Жұмыртқа, сгущенка және ұн, қопсытқыш. Өте оңай жасалады достар. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Бір жасағаннан мінсіз болып шығады. Міне қамырларымыз осындай әлі қоймалжың болып тұр. Кішкене тағы да ұн қосамыз. Мен 450 грамм ұн елеп алдым, алдын ала дайындап. Кішкене қамырымыз қолға жабысқақ болып шығады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, тағы да аз-аз ұн себеміз. Тағы да жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Міне дәл осындай жұмсақ қамыр шығатын болады. Дайын болған қамырымызды 5 минутқа қойып қоясыздар. Жақсылап илеп, 5 минут өткеннен кейін алып, бірнеше бөліктерге табамыздың формасына сәйкес майдалап кесіп аламыз. Мен дәл осындай 8 бөлікке кесіп алдым. Оқтаудың көмегіменен кішкене ұн себе отырып, жұқалап қамырымызды жайып аламыз. Формаларыңыздың диаметрімен өлшеп жайыңыздар. Міне кішкене жабысып қалса, тағы да аздап ұн сеуіп жібересіздер. Осындай тарелкаменен бәрін біркелкі етіп ойып шықтым. Және шетінен қалған қамырлардың барлығын жинап алып, бөлек оны да тағып бір пісіріп шықтым. Шетіне, бетіне сепкенге крошкаға. Тағы біреуін көрсетіп жіберейін. Осылай жұқалап жайып аласыздар дағыны, тарелканы қойып, форма жасап, айналдырып кесіп аласыздар. Жасалу өте оп-оңай достар. Табамызды қыздырып аламыз. Қатты қыздырмайсыздар, орташа отта пісіресіздер. Міне осындай бетіне осындай пузырькалар пайда болғанда астына ауыстырасыздар. Міне екі бетін осылай аударып пісіріп аласыздар барлығын. Барлық корждарымыз міне осылай әп-әдемі болып пісіп шықты. Екі бетін аударып, кесек-кесек пісіріп алып, мына біреуі жаңағы бетіне себетін крошкасыныкі. Енді арасына жағатын кремімізді дайындаймыз. Өлшеп мен сметанамды, яғни қаймағымды ыдысымызға салып алдым. Үстіне сгущенка қостым. Жақсылап араластырамыз. Толық рецепті төменде описание бөліміне қалдырып кетемін достар. Сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады. Және менің YouTube арнама тіркеліп, тіркелмеген болсаңыз қоңыраушаны басып кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Міне осындай қоймалжың масса дайын болады. Креміміз дайын болды. Егер сіздерде форма болса, тортты жинайтын, соны салып жинасаңыздар, торттарыңыз қозғалмай тұратын болады. Әр қабатына шамамен 3 ас қасықтай крем құйып шықтым. Толықтай шетіне жететіндей етіп жағып шығасыздар барлығын. Бірін үстіне бірін қойып, осылай арасына 3 ас қасықтай кремдеріңізді жағып, барлығын жинап шығамыз.
Міне дәл осындай. Енді дайын болған тортымызды 1,5-2 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Осы 2 сағат арасында креміміз толықтай сіңіп, тортымыз одан сайын дәмді бола түседі. Және мен бетіне себетін крошкаларымызды блендермен жақсылап майдалап алдым. Бетіне ештеңе сеппей, сіздер дәл осылай жей берсеңіздер де болады. Әдемілік үшін бетіне және жандарына жақсылап сеуіп шықтым. Және алдын ала кесіп қойған құлпынайларымызды әдемілік үшін бетіне жақсылап қойып шықтым. Өз фантазияларыңызға байланысты әр түрлі қылып бетін әсемдей берсеңіздер болады. Мята жапырақтарынан да аздап қойып шықтым. Өте әдемі болып ашып тұрады. Осыменен тортымыз толықтай дайын болып шықты. Өздеріңіз көріп тұрғандай, өте биік және тез дайындалады, достар. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Егер ұнап жатса, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Міне кесіп көреміз. Жұмсақ болып тұр. Кремі толықтай сіңген арасын барлығына. Тортымызға кремі сіңіп, дәмі одан сайын дәмді болып шықты. Кесіп алған бөлігін қазір бір тарелкаға саламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Егер видео ұнап жатса, өз пікірлеріңізді төменде комментарий бөліміне қалдыра кетіңіздер. Сіздерге де ас болсын, сау болыңыздар.